Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге мен Әсемгүл. Сіздерге бүгін өте ерекше, дәмі тіл үйіретін бауырсақтардың рецептісімен бөліскім келіп тұр. Ол үшін бізге ұн, 3 дана жұмыртқа, тұз, ашытқы, 1 кесе сұйық май және 1 кесе қант қажет болады. Ең әуелі ұнды електен өткізіп, ыдысымызға салып, ортасын осы видеода көрсеткендей етіп ашып аламыз. Сосын ұнымызға 3 дана жұмыртқаны салып, оның үстіне 1 ас қасық тұз салып, және ашытқыны саламыз. Ашытқы менде шамамен 3 ас қасықтай кетті. Оның үстіне 1 кесе сұйық майды құйып, жұмсақ, қолға жабыспайтындай қамыр илейміз. Мінекей осындай әдемі қамырымыз иленді. Енді осының бетін салафанмен немесе пищевая пленкамен жауып, жылы жерге 20-30 минутқа көтерілгенше қойып қоямыз. Міне менің қамырым көтерілді. Енді осыны ыдысымыздан шығарып, теңдей 3 бөлікке бөліп аламыз. Осы қамырымыздың 3-тен 1 бөлігін жаңағы 1 кесе қантымызбен әдемілеп илеп аламыз. Қант қамырымыздың бойына толықтай сіңгенше илейміз және оның бетін салафанмен жауып 1 шетке алып қоя тұрамыз. Кейіннен анау 2 тестамызды кезек-кезек жұқалап жайып аламыз. Осы жайылған қамырды бөлек 1 шетке алып қоя тұрамыз. Екінші қамырды жаямыз. Бұны да 1 шетке алып қоя тұрамыз. Сосын жаңағы қантпен араластырған қамырды жаямыз. Қант араласқандықтан бұл қамыр өте қолға жабысқақ болып келеді. Сол үшін жайған кезде абай болыңыздар. Жаңағы жайған жұқа қамырымызды қоямыз. Оның үстіне қант араласқан қамырды салып, шеттеріне дейін жеткізіп, осылай видеодағыдай етіп қолмен созып шығамыз. Бұның үстіне жұқа жайған екінші қамырды жаямыз. Бұны да дәл солай шетіне дейін жеткізіп, 3 қамыр бір-біріне жабысу үшін оқтаумен оқтаулаймыз. Содан соң пышақпен кесіп, ұзыншалау қылып кесеміз де, оны бантик формасына келтіреміз. Осылай ортасынан 2 рет немесе 3 рет бұрап, ортасынан қысамыз. Дәл осылай барлық қамырды кесіп, бантик орап дайындап қоямыз. Бантиктің ортасын қаттырақ қыспасаңыздар, майға салған кезде ашылып кетеді.
Мінекей менің бантиктерім дайын болды. Енді осыны қызып тұрған майда әдемілеп қуырып аламыз. Екінші бетіне аударамыз. Екі жағы да қызарып пісті. Осылай сүзіп аламыз. Дәл осылай қалған бантиктеріміздің барлығын әдемілеп қызартып пісіріп аламыз. Мінекей біздің бантик деп аталатын әдемі бауырсақтарымыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Видео ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп кетіңіз.